Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен дымляма, яғни бұқтырылған ет пен көкөністердің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қойдың майын жалпақ етіп турап аламыз. Қазанның түбіне тізіп шығамыз. Енді етті ірі етіп тураймыз. Майдың үстіне тізіп шығамыз. Тұздаймыз, бұрыштаймыз, өзіңіз ұнататын кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Бірақ кориандр мен қара бұрышты міндетті түрде қосыңыз. Қойдың қабырғаларын қосу міндетті емес, ол да өз еркіңізде. Ерекше дәм беріп тұру үшін розмарин қостым, қаласаңыз сізде қосыңыз. Енді пиязды ірі етіп тураймыз. Еттің үстіне салып шығамыз. Ендігі кезек болгар бұрышында ірі етіп турап, пияздың үстіне саламыз. Жартылай ащы бұрышты да ірі етіп турап саламыз. Бұрыштың үстіне сәбізді саламыз. Қызанақтарды осындай бөліктерге бөліп салыңыз. Картопты да ірілеп турап шығамыз. Енді чили бұрышын турап саламыз. Бір бас сарымсақты осындай бөліктерге бөліп саламыз. Сарымсақтан кейін аскөк пен укроптың кезегі. Тағы да тұздаймыз, бұрыштаймыз, дәмдеуіш себеміз. Ең бетіне орам жапырақты осындай бөліктерге бөліп саламыз. Баяу отқа қойып, кем дегенде 2 сағат бұқтырамыз. Ешқандай су қосудың қажеті жоқ. Екі сағаттан аса уақыт өтті. Орам жапырақ жұмсарған болса, онда пісті деген сөз. Ет пен көкөністер жұп-жұмсақ болып піскен, езіліп кетпеген, иісін енді сөзбен жеткізу мүмкін емес, міндетті түрде жасап көріңіз. Әсіресе қонақтарға ұсынуға таптырмастағын. Осылай бұқтырып қойып, үйіңізді жинап, салатыңызды жасап, дастарханды ретке келтіріп, шаруаларыңызды бітіріп келгенше, ас үйде сізді осындай дәмді, жұп-жұмсақ тамақ күтіп тұрады.
Видео рецепт ұнаған болса арнама жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.